міне спиннер әдісі арқылы өткен сағатқа шолу. Қазақ халқының ұлттық киімдерін ата. Тек қол көтереміз, Адина. Қазақша көйлек, шалбар, тақия. Асыл тастармен бағалап отыратын боламын. Адинаға бір асыл тасты беріп қояйын. Себебі ол бір сұраққа жауап берді. Келесі. Келесі тапсырма. Сұрақ. Мұқият қарап отырамыз. Тек қол көтереміз, балалар. Ұлттық киімдер несімен ерекшеленеді? Ал, Диас, айтамыз. Асыл тастармен, моншақтармен. Және ою өрнектермен жарайсың, Диас. Тамаша. Келесі. Үйлеріңде қандай ұлттық киімдер бар? Аты тоқта сұрайын, үшінші топтан қызғалдақ айта ғой. Қамзол, қазақша көйлек, шапан. Тапсырма орындайық. Не көріп тұрмыз? Сандықтар, иә. Бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз. Яғни қазір көбіміздің үйімізде бұндай сандықтар жоқ, иә. Бұрынғы әжелеріміз, ата-бабаларымыз, яғни сандықты қастерлеп, қадірлеп ұстаған, иә. Ішіне әшекей бұйымдарды салып сақтаған болатын. Енді қараңдаршы, тақтада шығып тұрған сандықшалар мен мына сандықшаларды қараңдар. Мұқият тыңдаймыз. Бұл зат, мына бірінші топқа мен жасырайын, иә? Жасырын сандық әдісі бұл. Ішіндегі зат табылары керек. Қараңдар, бұл зат қазақ халқының ерте заманнан бастау алған халық өмірімен, тарихымен, шаруашылығымен тығыз байланыста дамып келеді. Адам баласы ежелден киімнің ажырамас бөлігі ретінде санаған. Не деп ойлайсыңдар? Адинада әшекей бұйым дейді. Қазір ортаға қояйық. Қазір көреміз. Ашпай қоя тұрайық. Келесі. Ел арасында болса, қыздардың ең жақсы досы деген ұғым бар. Әрқайсысы өзіндік қасиет пен ерекшелікке ие. Шашпау дейді барлығы. Қазір көреміз, ашпаймыз. Келесі. Жасырын сандық әдісі арқылы балалар. Әзір бізге жасырын бола тұрсын, иә? Қазақ халқы түркі тілдес халықтар арасында бұл затқа бай халық болып есептеледі. Андронов мәдениетінен бастап ежелгі сақ, ғұн, үйсін тайпаларынан бастау алған. Өз нелерін айтып жатыр. Үшінші топ сақина беріп жатыр. Сендердің топтар шашпау дейді. Сендердің топ сырға тобы? Алға дейді, иә? Жақсы. Ендеше қараңдаршы. Білезік тобынан бастайық. Білезік дейсіңдер ма? Не шықты біздің топ? Сандықтан. Жасырын сандығымызда ою өрнегіміз шықты. Келесі жүзік тобынан не дедік біз балалар? Шашпау деп ойлады, бірақ мына шыққандар асыл тастар болатын балалар. Келесі үшінші топ сырға тобын. Олар айтты өздері, иә? Сырғалар деп, иә? Алға, сырға деді. Үшінші топ дұрыс жауап берді. Яғни, бұлар нелер көрсетіп айтқанда? Әшекей бұйымдар, өте тамаша әшекей бұйымдар. Сіздің ережесін ұмытпауымыз керек. Яғни, тақтаға назар аударайық. Менің көмекшім қайшыны алдын-алды қобдишада сақтау керек. Қайшыны жолдасына үшкір ұшын бермейді. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Жолдасын қайшымен жұмыс істеп жатқан кезде көңілін бөлуге болмайды. Қайшының ұшын жоғары көтермейді. Қайшылар өкір болу керек және жақсы сақталған үшін. Мынау бізде үлгі, иә? Осы үлгіге қарап отырып, мақтамен жұмыс жасаймыз. Дәл осы үлгіні мына рамкіге мақта жапсыру арқылы жұмыс жасаймыз. Жақсы. Бұл қолдары екінші. Тамаша, білезік тобы ешкімнің көмегінсіз жұмыс жасалады. Балалар, білезік тобы ешкімнің көмегінсіз жұмыс жасалады. Жүзік тобына солай. Яғни әдемі етіп жапсырамыз. Түзу жапсырамыз. Кетпейміз қыздар? Түзу жапсырамыз.
bari jasab chiqaribdi. Maqtalan ya. Janur akalarning oldidan qarab. Qonaqlarimizni oldidan. O'z juslarini. O'zimizni ko'rsadik, ko'rsatamiz. Unisini yozib qo'ying. Sen ham